Сәлеметсіңдер ме, балалар? Қазір қазақ тілі пәні. Сабақтың тақырыбы етістік туралы білетінімді еске түсіремін. Бүгінгі оқу мақсаты. Сурет бойынша мәтін мазмұнын болжайсыңдар. Мұғалімнің көмегімен мәтіндегі негізгі ойды анықтап, жоспарды толықтырасыңдар. Сөйлемдерден етістіктерді табасыңдар. Бірінші тапсырмада сұрақтары мен жауаптарын сәйкестендіресіңдер. Динаның ұстазы кім? Құрманғазы кім? Домбырашы болу үшін не істеу керек? Құрманғазының ақыл-кеңестері Динаға қалай әсер етті? Яғни, бұл сұрақтар алдыңғы сабақтармен байланысы бар сұрақтар. Ойланып, сәйкестендірейік. Тексерейік. Динаның ұстазы Құрманғазы. Дұрыс. Құрманғазы күй атасы. Дұрыс. Домбырашы болу үшін дыбысты сүйе білу керек. Дұрыс. Құрманғазының ақыл-кеңестері Динаның құлағынан кетпестей, ерінбей еңбек етуіне әсер етті. Осы сөйлемдегі етістіктерді тауып, олардың дара не күрделі екенін айтыңдар. Балалар, суретке қарап, алдағы мәтіннің тақырыбын болжаңдар. Мәтінмен жұмыс жүргізейік. Ең бірінші мәтінді түсініп оқыңдар. Мәтінге ат қойыңдар. Жоспарды толықтырыңдар. Жоспар бойынша мәтінді мазмұндаңдар. Мәтіннен етістіктерді тауып, олардың дара және күрделі түрін ажыратыңдар. Балалар, бүгінгі сабаққа 2 жұлдыз 1 тілек арқылы кері байланыс беріңдер. Бүгінгі сабақ аяқталды. Сабаққа өте жақсы қатыстыңдар. Сау болыңдар.